қысқа дайындық үш. Дәл осы былтыр қатырылған көкөністерді жазға шейін жеп рахатын көрген болатынбыз. Көбісі ой сол не керек, қыста да толып тұрады ғой, босқа үсіп кетеді дейді. Мен олай айтқандармен мүлде келіспеймін. Ол енді еріншектердің сөзі деп айтар едім. Неге? Себебі жазда барлығы арзан, молшылық кезде әрі үйдің көкөністері басқаларға қарағанда әрі таза, өте дәмді болады. Неге қатырып қоймасқа? Ең біріншіден сіздің уақытыңыз эконом болады. Қыста рахатын көресіздер. Тоңазытқыштан алып кез келген дайындап жатқан табағыңызға бірден қосып жіберсеңіз, сіздің бұл жерде үлкен уақытыңыз эконом болады. Ал енді бұл жерде мен болгар бұрыштарын ішін тазалап, ішіне сарымсақ және укроп, сонымен қатар қызанақты екіге бөліп осылай салып қатырдым. Маған қатты ұнады. Дәл осы күйінде сіз қыста бешбармағыңыз болсын, кез келген қайнап жатқан сорпаңызға бөліп, немесе дәл осы бүтін күйінде салып жіберсеңіз, тамағыңыздың дәмін одан сайын керемет аша түседі екен. Жалпы болгар бұрыштарын мен әр түрлі осы тәсілмен қатырамын. Екіншін дәл осылай турап қатырдым. Бұл да бір сорпаға, салаттарға қолданғанға өте ыңғайлы. Екіншін ірілеп турап қатырам. Ол енді лагмандарға қоса бересіздер. Ал енді төртінші жолы кәдімгі болгар бұрышын бірінің ішіне бірі кигізіп қатырам. Оған яғни фаршированный перец дейміз ғой, ішіне фаршын салып, солай қыста тағам дайындайтын боламыз. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ал мына жерде мен кәдімгі трубочкамен ауасын шығарып барлығын үріп алған болады.